Dostlar, assalomu alaykum. Sergek töbeden sürетін болған. Осы тестировать етіп жатыр. Жайдан-жай тестировать етеміз деп айтпайды. Жарайды ол, Сергек қойш, төбеден камера түсіру, басқа штраф ол так төбеден түсірне, столбыда тұрған не, разница жоқ оның. Енді былай қараңыздар сіздер. Лучше сол ақшаны, дрон алғанға, Сергек алғанға сол ақшаны, мынау шұрық тесіктерді, паласаларды жасамай ма деймін да? Қаншама ақшалар кетіп жатыр. Адамдар қалай штраф сала бергенше. Биліктің басындағыларға осыны айту керекпіз. Ол не себепті сәл ойламай ма, сол дрон алдың, штраф сала бердің, миллион сал, миллиард сал халыққа. Қарапайым халыққа, наоборот, сен экономиканы дамыту үшін сен ойлайсың ба? Штраф көп төлейтін болса халық, или болса налог көп төлейтін болса экономикамыз өседі дейсің ба сен? В первую очередь сіздерге айтып берейін. Қазақстан ақша сыртқа қалай кетіп жатыр? Яндекстің өзі жеткілікті. Яндекс кетіп жатыр ғой, жаңа проценті бар, 21% бар, 14% бар, қанша Яндексте? Сол проценттердің барлығы Россияға шығады. Қазақстан бюджетіндегі ақша, например, менде 1 миллион теңгем болатын болса, соның мен 1 миллионға таксимен жүрген болсам, 21% автоматически за рубеж кетіп жатыр. Элементарный нәрсе, элементарный. Мен сіздерге басқа нәрсені айтпаймын. Ойбай, ананың ұшатын нәрсесі, ананың ішке ұшып кетеді аспанға деп. Сен ол дронға кеткен ақшаны выделять ет, ямалардан окоптар жап. Окоптар мынандай отыр. Баша дөңгелегінен түсіп кетеді, прям до бампера түсіп кетіп жатыр. Ол яма емес, ол окоп. Достқа вообще стандартқа вообще сәйкес келмейді. Үлкен мегаполистер бізде. Шетелден адамдар келеді, көреді, ямаларын, жолдарын көреді, күледі. Не істейді басқа? Сен соны ойла, басқа нәрсені ойлама. Сен анау штраф салу, қайтсем ақша, басқа дамуды ойла, дамуды. Алға басуды ойла. Жоқ, сен жарайды, Алматының сыртындағы облыс, Лилийский, Грэс жақтың жолдарын көр. Алға бас, Алатауский микрорайонға жатады жаңағы. Теректі парктың сол жерде жолдарын қара, мынандай ямасы. Жарты метр, 50 сантиметр ямалар. Не істейді, сен соны ойла. Алматының жарайды ол төңіректерін. Алматыны жаңа трасса ортада соны. Ақтөбеден, Оралдан бері келетін жолдарға трасса кәдімгідей сыпырады. Еще ординарный сплошной қойып қойды жарты. Или 320 знак қойып қойды. Встречный запрещен деп. Қарайсың ана жерде 5 метр жол, 2,5 былай, 2,5 былай. Ана жерде ординарный сплошной тұрады, линияны сызған әдемі. Бірақ ямасын қарайтын болсаң, жолды не шетпен жүремайсың, солға қарай аласың, еще сен праван 596 часть ретімен оформить ет. Сен праван 6 айға кетеді. Не істе қалай өмір сүресің? Сен халықты қыспасаңдаршы. Қарапайым халықты ойлау керек. Халықтың жағдай жасау жарайды. Сен Алматы, басқа қалаларда пробка қылдың, сейіс еттің, жаңа ближайший полицейский. Для безопасности жасадың. Ал олар қадалып тұрған пробканы қалай шешесің? Уақыт өтіп жатыр. Күн, сағат, уақыт, время, деньги. Өтіп жатыр бәрі. Не істейді ол пробка? Конечно, пробкада бір орын тұрған екен, машина оталып тұрады, экологияның барлығы нашарлайды. Ал жүретін болса, сәл басқаша болады, тез жүретін болса. Пробкада тұр, кармашкалар жасамағансың, светофорлар жөн жасамағансың, развязка вообще дұрыс емес, 0 развязкалар. Қарапайым халықтың жағдайын ойласын ол, дронды Сергекті бірге қосып қойып, штраф салдыра бермейді. Ол дронды басқа жерге жіберсін, военныйларға берсін, жұмыс бабымен қолдансын, шекараны күзеткенге басқаға деген секілді. Көп вооружениені көбейтсін, солдаттарды көбейтсін, көп қой уже ақша, бюджеттегі ақшаны кетірем десең, көп оны ойлайтын болсаң. Бірақ именно мынау дронмен штраф салдыру үшін осында новый нәрсені ойлап таптық. Эврика. Қазақстан дамиды. Эврика. Көріңдер қалай болатын. Біз шәксеміз кетпейді, қарапайым халық болып жүре береміз, ілініп салынып. Бірақ болашақты ойлау керек, келешекті ойлау керек. Сау саламатта болыңыздар, достар. Сен айтпасаң, мен айтпасам демейді. Кім айтады оны? Жүре берейік барлығымыз. Саған керек емес, маған керек емес ол. Кімге керек ол? Сол секілді. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасаң лапылдап. Аспан қалай ашылмақ, тегін айтылмаған сөз. Сау саламат болыңыздар. Міндетті түрде пікір жаза кетіңіздер, ойыңыз шын ашық.